Түн ортасында бір ерлі зайыпты көліктерін орманға жақын жерге тоқтатып, жүк салғыштан мәйіт пен күрек шығарады. Күйеуі Кэмерон көр қаза бастайды, ал әйелі Дженнис айналаны күзетіп тұрады. Олар істі бітіргенде күн шығып қалған еді. Мазасызданып қобалжыған Дженниспен сөйлескен Кэмерон бұл жағдайдың кездейсоқ болғанын және құрбанның енді айқайлай алмайтынын айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Біраз уақыттан кейін Калифорнияда Колин есімді бойжеткен жол жиегінде көлік тоқтатып тұрады. Бірнеше көлік оған тоқтамай өтіп кеткен соң, ақыры оны Кэмерон мен Дженнис мінгізіп алады. Жол бойында олар өзара әңгімелесіп, Колин Орегоннан құрбысының туған күніне келе жатқанын айтады. Бұл тосынсый болғандықтан құрбысы оның келе жатқанынан бейхабар еді. Олар жанармай бекетіне тоқтағанда Колин әжетханаға кетеді, ал Кэмерон көліктің жүк салғышынан ағаш жәшікті алып, артқы орындыққа қояды. Қайтып келген Колин арттағы жәшікті байқаса да ештеңе демейді. Олар қайтадан жолға шыққанда Кэмерон жақын жерде мұз үңгірлері бар екенін айтып, сонда бұрылуды ұсынады. Көлік тас жолдан шығып, Дженнис үңгірлерге дейін жаяу жүру керек екенін түсіндіреді. Колин артына бұрыла бергенде Кэмерон оны ту сыртынан ұстап алып, пышақпен қорқытады. Сосын оны көлікке қарай итеріп жіберіп, қолына кісен салады, көзін байлап, аузын тығындап тастайды. Оны көлікке қайта отырғызып, аяғын байлайды да басына әлгі ағаш жәшікті кигізеді. Кэмерон оның үстін көрпемен жауып, олар жөнеп кетеді. Үйлеріне жеткенде Кэмерон Колинге айтқанын екі етпеуді ескертіп, оны жертөлеге алып түседі. Жертөледе оны жәшіктің үстіне тұрғызып, төбеге шынжырмен байлайды да киімін жыртып тастайды. Сосын астындағы жәшікті теуіп жіберіп, оны асылып тұрған күйінде қалдырады. Кэмерон әйелі Дженнисті шақырып, бәрін қарап тұруға мәжбүрлейді де Колинді қамшымен бірнеше рет осып жібереді. Бұл оның нәпсісін қоздырып, дәл Колиннің көзінше әйелімен жақындасады. Ісі біткен соң Колинді үстелге шынжырлап, басына жәшікті қайта кигізеді. Кэмерон жарықты өшіріп шығып кетеді, ал Колин түні бойы жылап, мұның не үшін басына түскенін түсіне алмай қиналады. Келесі күні Дженнис күйеуіне Колин үшін алаңдайтынын айтады. Кэмерон оны тек бірнеше күн ғана ұстап, кейін қала сыртына апарып тастайтынын айтады. Ол полициядан қорықпайды, өйткені Колин олардың кім екенін де, қайда жүргенін де білмейді. Кэмерон жұмысқа кеткенде Дженнис Құдайға құлшылық етпек болады, бірақ жертөледен шыққан Колиннің жылаған дауысы оған маза бермейді. Ол қолына тапанша алып, жертөлеге түседі де, жәшікті ашып, Колиннен не қалайтынын сұрайды. Колин оны үйіне жіберуін өтініп, ешкімге тіс жармауға ант береді. Дженнис одан қай жерде екеніңді білесің бе деп сұрағанда, Колин Ред Блаф маңында шығармын деп жорамалдайды. Бұл жауап Дженнисті одан сайын шошындырады. Кешке үйге келген Кэмерон әйеліне қарамастан бірден жертөлеге түседі. Ол Колинге егер айқайлайтын болса, дыбыс сіңірлерін кесіп тастайтынын айтып қорқытады. Кейін оны жәшіктен шығарып, су ішу үшін аузындағы тығынды алады. Колин кіші дәретке отыра алмайтынын айтқанда, Кэмерон теріс бұрылғансып тұрады. Артынан Кэмерон оған қарны аш болмаса да нан жегізеді. Колин мұны маған не үшін істеп жатырсыз деп сұрағанда, ол қолынан келгендіктен істеймін деп жауап береді, оны қайтадан қамшылай бастайды. Үстіңгі қабатта отырған Дженнис Колиннің шыңғырған дауысын естімеу үшін музыканы қатты қойып қояды. Кейінірек төсекте жатқанда Дженнис Колиннің полицияға баратынынан қорқатынын мойындайды. Алайда Кэмерон оны жібермей, бір жола ұстау керек деп шешеді. Бұл Дженниске мүлдем ұнамайды. Әйелін жұбату үшін Кэмерон егер Колинді алып қалса, Дженнисті ешқашан ұрмайтынын және олардың нағыз отбасы бола алатынын айтады. Дженниске бұл ой ұнайды, бірақ ол күйеуінен Колинмен ешқашан жақындаспауға уәде алады. Біраз уақыттан соң Колин Кэмеронның жертөледе бірдеңе құрастырып жатқанын естиді. Сосын Кэмерон оған жаңа шынжыр тағып, өзінің дайын болған жобасына ішіне адам толық сиятын үлкен ағаш жәшікке алып келеді. Колин зәресі ұшып, жәшіктің қақпағын ұрғылайды, бірақ Кэмерон оны сыртынан құлыптап тастаған еді. Сондай-ақ ол Колин демала алу үшін жәшікке жалғанған ауа тазартқышты қосады. Сондай түндердің бірінде Колин өзін үйінде жүргенде елестетіп, сабыр сақтауға тырысады. Бірақ оның ойына ұрланған сәтімен Калифорнияға жалғыз баруына қарсы болған әкесімен арадағы ұрыс еске түсе береді. Бірнеше күннен кейін пәтер қожайыны Колиннің ата-анасына хабарласып, жалдау ақысының кешіккенін және қыздың телефонға жауап бермей жатқанын айтады. Ата-анасы да одан хабар ала алмағандықтан полицияға баруды жөн көреді. Кезекші қызметкер арызды қабылдағанымен, Колиннің кәмелетке толған ересек адам екенін, сондықтан қылмыс белгілері болмаса, оның өз еркімен кетіп қалуға құқығы бар екенін айтады. 6 ай өткен соң, Дженнис Кэмеронның жұмысына келіп, өзінің аяғы ауыр екенін айтады, бірақ күйеуі бұған қатты қуана қоймайды. Дженнис енді Колиннен құтылатын уақыт келді деп есептейді. Алайда Кэмерон оның полицияға шағымдану қаупін алға тартып бас тартады. Ұрланғаннан кейін 8 айға жуық уақыт өткенде, үй иесі ерлі зайыптылардың үйге келе жатқанын және Дженнистің балдақпен жүргенін байқайды. Кэмерон әйелінің жағдайы жақсы екенін, бұл тек буын ауруы, артрит екенін айтып құтылады. Үй иесі оларға жертөледегі пешті тексеру керектігін ескерткенде, Кэмерон ыңғайлы уақытта өзі хабарласатынын айтып уәде береді. Олар үйге кіргенде Дженнис аяғының ауырғанына шағымданып, біреу балғамен ұрғандай сезілетінін айтады. Бұл сөз Кэмеронның басына сұмдық бір ой салады. Ол өзінің ескі журналдарын ақтарып, құлдық келісімшартының көшірмесін тауып алады. Ол бұл журналды Колинге апарып, өзінің осы мақаланы жазған құпия компанияда жұмыс істейтінін айтады. Кэмеронның айтуынша, бұл компания қашқын құлдарды іздеумен айналысады және егер біреу қашпақ болса, оны міндетті түрде ұстап, тіпті отбасында жазалайды. Сосын Кэмерон Колин мен оның сіңлісінің суретін шығарып, ата-анасының мекен-жайын айтып, ашықтан ашық сес көрсетеді. Оған қоса, Дженнистің аяғы бұрын құл болғандықтан мертіккенін айтып өтірік соғады. Мысымыз, оның бұрынғы қожайыны оны қинаған соң қашпақ болған, бірақ компания оны ұстап алып, аяғын сындырып тастаған. Егер Кэмерон оны сатып алып, әйел етпегенде, компания оны өлтіріп тынар едіміз. Бұл әңгімелердің бәрі өтірік болса да, қорқып, жігері құм болған Колин оған сенеді. Кэмерон Колинді жаңа құл ретінде тіркеу керектігін, бұл үшін $1500 төлеу қажеттігін айтады. Егер төлемесе, компания оны алып кетіп, сұмдық қинауларға салады дейді. Зәресі ұшқан Колин келісімшартқа қол қойып, егіліп жылайды. Осыдан кейін Кэмерон оны үстіңгі қабатқа шығарып, үстіне көйлек кигізеді, мойнына компанияның сәйкестендіру белгісі ретінде қарғыбау тағады.
Ол жаңа ережелерді бекітеді. Оны тек Ки деп атау керек. Ол Кэмеронды қожайын, ал Дженнисті мадам деп атауы тиіс. Сондай-ақ оларға шексіз құрмет көрсетуі қажет. Бұл дегеніміз тек сұрақ қойғанда ғана жауап беру және олардың айтқанына көну. Кэмерон смирно. Тік тұр деп айқайлағанда Колин не істеп жатқанын тастап, қонақ бөлмедегі арканың алдына келіп, киімін шешіп, басын иіп, қолдарын төбеге созып тұруы керек. Жаңа ережені тексеру үшін Кэмерон белгі бергенде, Колин оны бұлжытпай орындайды. Сосын Кэмерон оған қол тигізе бастайды. Бірақ мұны көріп қызғанған Дженнис оларды бөліп жібереді. Күйеуі мұны тек жаттығу деп ақталады да, Колинге киініп еден жууды бұйырады. Жұмыс істеп жатып Колин киелі кітапты, Библия тауып алады, бірақ Дженнис оны бірден тартып алады. Колин одан сіз христиансыз ба деп сұрағанда, Дженнис оның ешқандай құны жоқ екенін және тек ауырсынуды қабылдау үшін ғана осында екенін айтып, шелекті теуіп жібереді, еденді қайта жуғызады. Біраз уақыттан кейін үй иесі терезелердің неге ылғи жабық тұратынын сұрап, күмәндана бастайды. Кэмерон бұл үйді салқын ұстау үшін керек деп сылтауратады. Үй иесі пешті тексеру керектігін тағы да ескерткенде, Кэмерон қазір қолы тимей жатқанын айтады. Ішке кірген Кэмерон әйеліне басқа үйге көшетін уақыт келгенін хабарлайды. Бірнеше айдан кейін олар ауылдық жердегі жаңа үйге көшеді. Дженнис босанып жатқанда Колин жәшіктің ішінде отырып бәрін естиді. Бәрі аяқталған соң Кэмерон оны сыртқа шығарып, тіпті жаңа туған қызды қолына ұстауға рұқсат береді. Ұрланғаннан кейін 2 жылға жуық уақыт өткенде, Дженнис Колиннің әрбір ісіне мін тағып, оны компанияның алып кеткенін қалайтынын айтып шағымданады. Колин Дженниске шанышқы қоюды ұмытып кеткенде, Кэмерон оны жазалау үшін қамшымен ұрады. Дженнис шанышқыны еденнен тауып алса да, бұл туралы айтпай, оны тығып қойып, іштей жалбарынады. Кейінірек Колин кір жуып жатқанда, Кэмерон оған компанияның кешінде болғанын және бір қызық әңгіме естігенін айтады. Мысымыз бір құл әйел қожайыннан қашып қалаға жетіп полициядан көмек сұраған екен. Бірақ кезекші полицей де компанияның адамы болып шығыпты. Жаза ретінде оның қол аяғымен тілін кесіп, дәнекерлегішпен көзімен құлағын күйдіріп, қожайынның төсегінің жанына шашынан асып қойған көрінеді. Оны түтікше арқылы тамақтандырған екен және ол тек 1 жылдан кейін ғана өліпті. Кэмерон бұл әңгімені Колин қашудан қорықсын деп ойдан шығарған еді. Біраз уақыттан соң Кэмерон Колиннің қарғыбауын шешіп, өзімен бірге жұмысқа алып барады. Ол жұмыстағы басқа еркектердің де құл иеленуші екенін, сондықтан олардың көзінше өзін қожайын деп атамауды ескертеді. Әйтпесе олар Колинді уақытша сұрап алуы мүмкін дейді. Кэмерон ағаш жарып жатқанда Колин отын жинайды. Ол Кэмеронның басқаша көрінгенін байқайды, ал ол бұл жерді ойлануға ыңғайлы кеңістік болғандықтан ұнататынын айтады. Колин үйіне жіберуін сұрағанда Кэмерон оған тек ата-анасына хат жазуға ғана рұқсат береді. Кенет Кэмерон айқайлап тобығын жарақаттап алып құлайды. Колин қашып кету туралы ойлайды, бірақ қорқыныштан сіресіп қалады. Кэмерон оны шақырғанда ғана есін жиып, жарақатын кездейсоқ табылған сүлгімен таңып береді. Үйге келгенде Колин оның жарасын тазалайды, бірақ бұған қызғанған Дженнис істі өз қолына алады. Сол түні Дженнис күйеуінің өзін әлі де жақсы көретініне күмәнданады, өйткені Кэмерон өз әйелінен гөрі құлына көбірек көңіл бөлетіндей көрінеді. Кэмерон әйеліне Колиннің оның да құлы екенін және оны бірге бөлісе алатындарын айтады. Дженнис келіскен бойда Кэмерон Колинді жәшіктен шығарып, онымен жақындаса бастайды. Дженнис те сәл кідірістен соң оларға қосылады, бірақ Кэмерон тек Колинге ғана қарайды. Мұны көтере алмаған Дженнис құсу үшін әжетханаға жүгіреді. Кэмерон артынан барғанда Дженнис оны балағаттап, уәдесінде тұрмағанын айтады. Олардың ұрысы Дженнис Кэмероннан Колинге ешқашан жоламауды талап еткенде ғана басылады. Ұрланғаннан кейін 4 жылға жуық уақыт өткенде, Дженнис Колинді тамақтандыру және әжетханаға жіберу үшін жәшіктен шығарады. Сол сәтте олардың қызы Эмбер бөлмесіне шығып кетеді. Колин қыздың қатты өсіп кеткеніне таңғалады, өйткені оны сәби кезінен бері көрмеген еді. Кэмерон қызын бірден алып кетеді, ал Дженнис есікті тарс жабады. Осы сәтте ғана Колин өзінің тұтқында қаншалықты ұзақ уақыт отырғанын түсінеді. Кейінірек отбасы демалыс күндері көлге кетеді, ал Колинді жәшікте қалдырады. Ол есінен танып қалмау үшін ішінде аударылып төңкеріліп жатып, өзін діни қызметкермен сөйлесіп жатқандай елестетеді. Ол бұл маған не үшін бұйырды деп сұрағанда, діни қызметкер бұл өмірде азап пен қайғының қалыпты нәрсе екенін айтады. Келесі елесінде ол сіңлісіне мұның бәрі Құдайдың қалауымен болып жатқанын айтады, бірақ сіңлісінің бейнесі кенеттен Дженниске ауысып, сен тек ауырсынуды қабылдау үшін осындасың дейді. Кейінгі елесінде жәшіктің ішіне су толып жатқандай болады. Ол өзін теңізде жүзіп жүргендей және өзін қорғайтын періштеге қарап тұрғандай сезінеді. Бұл елес оған күш беріп, ол жәшікті сынғанша теуіп сыртқа шығады. Отбасы оралғанда Кэмерон жәшіктің сынғанын бірден байқайды. Ол үйді тінтіп Колинді әжетханадан киелі кітап ұстап отырған күйінде табады. Қыз шөлдегендіктен шыққанын айтады. Кэмерон жәшікті тез арада жөндеп, оны қайтадан ішіне тығады. Осыдан кейін ол киелі кітаптағы құлдар өз қожайындарына бағынуы керек деген жолдарды сызып Дженниске көрсетеді. Себебі Дженнис соңғы кездері оған бұл іспен айналысуға рұқсат бермей жүрген еді. Ол Колинді тағы да пайдаланғысы келетінін айтады. Дженнис оның Колинмен жақындасатынын сұрағанда Кэмерон иә деп жауап беріп, киелі кітапта ер адамдарға бірнеше әйел алуға рұқсат етілгенін алға тартады. Ол олардың қарым-қатынасын сақтап қалудың жалғыз жолы осы екенін айтады, ал Дженнис амалсыз келіседі. Келесі күні таңертең Кэмерон Колинді жәшіктен шығарып, Эмбермен сөйлесуге рұқсат береді. Кэмерон жұмысқа кеткен соң Дженнис Колинді қонақ бөлмеге алып келіп, киелі кітапты бірге оқуды ұсынады. Онда бір еркекті бөлісе алмай жүрген 2 әйел туралы оқиға бар екенін айтып, бұдан ғибрат алу керектігін жеткізеді. Сондай-ақ Дженнис Колиннен өзін енді мадам деп атамауын сұрайды. Ұрланғаннан кейін 6 жылға жуық уақыт өткенде, Колин Эмберді ұйықтатып, Кэмеронмен жақындасу үшін оған барады. Іс біткен соң Кэмерон Колиннің болашақта оның екінші әйелі болып, бала туып бере алатынын айтады. Колин өзіне сенбейтін еркектен бала туғысы келмейтінін айтады. Кэмерон оған сенетініне ант бергенде, Колин отбасын көруге рұқсат сұрайды. Кэмерон компания рұқсат бермейді деп бас тартады. Сосын Колин оның қинау мен құлдыққа деген әуестігі қашан басталғанын сұрайды. Кэмерон бала кезінен байланған әйелдердің суретін салғанын, бұл істі алғаш рет Дженниске қолданғанын, бірақ әйелінің мұны көтере алмағанын айтады. Колин егер біреу Эмберге осындай іс істесе не істейтінін сұрағанда, Кэмерон оны өлтіріп тастайтынын айтады. Сонда Колин оның әкесінің де дәл сондай күйде екенін меңзейді.
Кэмерон Колинді қайтадан жәшікке жібереді. Осы уақытта Дженнис Колинді өзімен бірге шіркеуге апарып, шашын сәндеуге және бақшаны күтуге рұқсат береді. Олардың арасы жақындап қалғандай көрінгенде, Дженнис Колиннен күйеуінің ол жұмыста болғанда қасына келетін келмейтінін сұрайды. Колин тек қожайынға бағынуым керек деп жауап береді. Бұл Дженнистің қызғанышын қайта оятады. Бір күні түстен кейін Кэмерон Колинге кешкі ас дайындауды бұйырады. Алайда Дженнис оның Эмбермен бірге ойын қарап отырғанын айтып күте тұруын сұрайды. Ашуланған Кэмерон Дженнисті жатын бөлмеге сүйреп апарып, мұндай қылығы үшін жазалайды. Эмбер анасының неге жылап жатқанын сұрағанда, Колин оның көңілін аулау үшін тығылыспа ойнайды. Кейінірек ол Дженнисті жұбатады. 6 айдан кейін Кэмерон Колинге компанияның оның ата-анасына барып қайтуға рұқсат бергенін айтады. Бірақ ол алдымен сенімділік сынағынан өтуі керек. Кэмерон қыздың аузына тапанша салып, шүріппені басуды бұйырады. Жылаған Колин шүріппені басады, бірақ тапаншаның бос екенін біліп, жеңілдеп қалады. Олар Колиннің балалық шағы өткен үйге келгенде, Кэмерон ешқандай артық қимыл жасамауды, әйтпесе компания отбасына зиян келтіретінін ескертеді. Үйге кіргенде бәрі Колинді көріп қуанады. Ол Кэмеронды отбасына Майк деп таныстырады, бірақ ол түскі асқа қалмай кетеді. Түскі ас үстінде отбасы ескі естеліктерді бөліседі, ал Колин өзінің көп нәрсені жіберіп алғанына іштей егіледі. Ол әжетханаға кеткенде сіңлісі ата-анасына бірдеңенің дұрыс емес екенін айтады. Алайда әкесі егер Колин қандай да бір сектаға, діни ағымға кіріп кеткен болса, оны үркітіп алмас үшін сабыр сақтау керектігін ескертеді. Кешке Колин демалыс күндері сонда қалатынына уәде береді. Ата-анасы ұйықтауға кеткен соң, сіңлісі шындықты сұрамақ болады, бірақ Колин жауап беруден бас тартып ұйықтап қалады. Келесі күні сіңлісі тағы да сөйлеспек болғанда, үйге кенеттен Кэмерон келіп қалады. Ол ертең келуі керек еді, бірақ конференциясының ерте аяқталғанын сылтауратып, үйге қайту керектігін айтады. Сондай-ақ Кэмерон отбасына жақын арада үйленетіндерін хабарлайды. Анасы бірнеше суретке түсіріп алады, ал әкесі телефон нөмірін сұрағанда, Кэмерон қазір көшіп жатқандарын айтып құтылады. Үйге оралған соң Кэмерон Колинмен жақындасып, үйлену керек деп шешеді. Колин Дженнистің не істейтінін сұрағанда, Кэмерон әйелінің ерте ме кеш пе мұны қабылдайтынын айтады. Бұл сөздерді сыртта тұрған Дженнис естіп қояды. Колин жауап беріп үлгермей тұрып, Дженнис олардың бөгет жасау үшін үйге шулап кіріп келеді. Келесі күні таңертең Дженнис заттарын жинап, некесінде үшінші адамның болуына шыдамайтынын айтып, қызы Эмберді алып кететінін мәлімдейді. Кэмерон оны тоқтатпақ болады, бірақ Дженнис полицияға шағымданатынын айтып қорқытып, таксимен кетіп қалады. Осыдан кейін Колин Кэмеронды жұбатпақ болады, бірақ ол ашуланып, қыздың киімін шешкізіп айғайлайды. Сосын оны сарайға сүйреп апарып, жасырын жертөлеге қамап тастайды және қашып кетпеу үшін сатына алып кетеді. Сыртта жаңбыр жауып тұрғандықтан жертөлеге су ағып, Колин қатты тоңады. Кенеттен жертөленің қақпағы ашылып, Колин Дженнисті көріп таңғалады. Дженнис оған сыртқа шығуға көмектесіп, оның да қашуы керектігін айтады. Бірақ Колиннің әлі де миы уланған, зомбиланған күйде болғандықтан қалғысы келеді. Сол кезде Дженнис шындықты айтады. Бұрын Кэмерон Дженнисті де орманға алып барып асып қойып қинаған екен. Олар Колинді жолықтырмай тұрып, бір жыл бұрын тағы бір жолаушы қызды ұрлаған көрінеді. Бірақ ол қыз айқайын тоқтатпағандықтан Кэмерон оны өлтіріп тастаған. Содан бері Дженнис бұл күнәмен өмір сүре алмай келген екен. Кэмерон үйге оралғанда екі әйел де қашып кеткен еді. Автобус бекетінде Дженнис Колинге ешқандай құпия компанияның болмағанын, бәрі өтірік екенін айтады. Бұл сөз Колиннің көзін ашады. Ол ақыры үйіне қайту үшін автобусқа отырады. Бұл хикая шынайы оқиғаға негізделген. Сот шешімімен Кэмерон 104 жылға бас бостандығынан айырылды, ал Дженнис күйеуіне қарсы куәлік берген үшін қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Ол сондай-ақ бұған дейінгі өлтірілген қыз туралы қылмысты да мойындады, бірақ ол қыздың мәйіті ешқашан табылмады. Колиннің тұтқындағы өмірі 7 жылдан астам уақытқа созылды. Ол өзінің аман қалуын Құдайға деген бекем сеніммен байланыстырады.